Саламатсыз ба көрермен? Қаныңыз қою болып, басыңыз ауырып, тез шаршап, көңіл-күйіңіз болмай ма? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы Шипа YouTube каналыма тіркеліп, видеоларым пайдалы болса лайк басуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Қанның қою болуы адамды ауруға душар ететіні белгілі. Оны сұйылту үшін дәрігерлер үлкен кісілерге аспирин, кардио, тромбы, ас және басқа да дәрілерді ішуді ұсынып жатады. Бірақ бұл дәрілерді ұзақ ішкенде асқазан мен түрлі органдардың кері әсері болуы мүмкін. Негізі, таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 5-6 ай демалу керек дегенді естіп жатамыз. Мұндай кезде қан сұйылтудың табиғи әдістеріне көшу өте тиімді әдіс. Мысалы, өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалар қан сұйылтуда жақсы нәтиже береді. Қанды сұйылтуға жақсы көмектесетін 2 түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік, түйежоңышқа, донник және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті, 4 айдан кейін ғана қайталау керек. Таңертең ұйқыдан тұра сала, таза су ішсеңіз, талай аурудың алдын аласыз. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді, ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Қан қою болса, адамның есту және көру қабілеті нашарлап, буын аурулары пайда болады. Басы ауырып, аяғы мен қолын басқаруы қиынға түсуі мүмкін. Біздің ағзамыздың 70% судан тұрады, ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға азайса, күш қуатымыз 20%-ға әсер ететінін дәлелдеген. Сонымен, мұндай қатерге жол бермеу өз қолыңызда. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз байлығыңызды күтіңіз. Ем шипа болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.